Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің аты жөнім Кикиева Аялым, Жангелді қызы. Мен төтенше жағдайлар департаментінің өкілімін. Бүгінгі күні біз сіздермен терезелерден және балкондардан балалардың құлап кету жағдайлары туралы әңгіме айтамыз. Жыл сайын елімізде адамдардың немқұрайлығына неше түрлі оқыс оқиғалар орын алып жатады. Солардың бірі биік үйлердің терезелерінен, балкондарынан балалардың құлап кету санының өсуі. Терезеден құлау өкінішке орай балалардың жарақаттану мен қаза болуының негізгі себептері болып табылады. Балалар өте әр нәрсеге құмар болғандықтан осындай жағдайларда осал болып жатады. Балалардың терезеден құлауының негізгі себептері ересектер тарапынан балаларға бақылаудың жеткіліксіз болуы. Балалардың туғандарының, жақындарының терезелерді жабуды ұмытуы, және де терезелерде арнайы бекіткіштердің жоқтығы, жиһаздардың дұрыс орналаспауы, жиһаздарды терезенің алдына жақын орналастырғанда балалар терезе алдына шығып кетіп жатады. Және де жабық терезе иллюзиясын жасайтын москиттік торлардың болуы болып табылады. Бұндай оқыс жағдайлар жыл сайын көктем, маусым айларында орын алып жатады бізде. Көбінде бұндай жағдайлар жаңа жаз шыққаннан кейін ата-аналарымыз терезелерді ашық қалдырғанда балалардың құлап кетуі жағдайынан болады. 2023 жылы ғана өкінішке орай біздің облыс аумағында 8 жағдай тіркелді. Соның нәтижесінен алған жарақаттардан 8 бала көз жұмды. Жалпы бұндай жазатайым оқиғалар биік үйлері бар қалаларда орын алып жатады. Мәселен, 2023 жылы орын алған 8 жағдайдың 2 жағдайы Риддер қаласында, қалған 6 жағдайы Өскемен мен Алтай аудандарында болды. Осындай жазатайым оқиғалардың болмауы үшін келесі ережелерді сақтау қажет. Терезе алдындағы тақтайшаға шығып, далаға қарауға, ол тақтайшаға отыруға, жатуға болмайды. Терезеден тіпті басыңызды шығарып қарауға болмайды. Осындай жағдай болған кезде кез келген секундта тепе-теңдік жүкті жоғалтып, сіз төмен құлап кетуіңіз мүмкін. Өйткені сіз ұша алмайсыз ғой. Артыңызда парашют жоқ, Карлсондағы секілді пропеллер жоқ, сондықтан да терезенің алдына шығуға болмайды. Және пәтерде ең қауіпті орын болып балкон табылады. Балконның қоршауына ілініп төмен қарауға, қоршаудың үстіне шығып отыруға болмайды. Балконда жалпы жүгіріп, секіріп ойнауға болмайды. Ешбір жағдайда көңіл көтеру үшін ойнап балконнан досыңды итерем деп жасауға болмайды. Кейбір кезде біз ойнап өтірік итеріп көрмекші боламыз ғой. Бұндай жағдайларда оқыстан жазатайым оқиға болуы мүмкін. Және үйді желдету үшін терезені ашқыңыз келсе, терезенің алдына шығып тұрмаңыз, және әйнекке сүйенбеңіз. Әйнек шытынап кетіп, құлап кетуіңіз мүмкін. Ең абзалы үйді желдеткіңіз келіп, терезені ашқыңыз келсе, ересектерден терезені ашып беруіңізді сұраңыз. Және ешқашан москиттік торларына сенбеңіз. Олар құлаудан қорғауға арналмаған. Керісінше москиттік тор қайғылы жағдайдың туындауына ықпал етеді. Өйткені балалар өзін қауіпсіз сезінеді де терезеге және москиттік сеткаға сүйенеді. Сондай жағдайлардың көбінде балалар москиттік сеткамен бірге құлап кетіп жатады. Өйткені атап өткен москиттік сетка балалардың салмағын ұстауға арналмаған. Егер сіз пәтерде жалғыз қалғанда қорқатын болсаңыз, ата-аналарыңызды көруге үміттеніп терезеден немесе балконнан сыртқа қарамаңыз. Бұл сіздердің терезеден құлап кетуіңізге әкеп соғуы мүмкін. Үйде өзіңізден кіші бала болса, терезелерді ешқашан ашық ұстамаңыз. Және егер сіз өзіңізден кіші бауырыңыздың, сіңіліңіздің терезе алдына шығып бара жатқанын көрсеңіз, оған шықпауға жол бермеңіз. Егер оған шамаңыз жетпейтін болса, үлкендерді ескертіңіз.
Жалпы үйде ата-аналарыңа айтыңдар, терезе алдына баланың өз бетімен шығып кетпеу үшін жиһаз, орындық қоюға болмайды. Және де өздерінен кішілерге үйде жалғыз қалғанда терезеден, балконнан көшені көрсетіп, көп жағдайда балаларға терезеден машиналардың қалай өтіп жатқанын көрсетіп ойнатамыз ғой. Бұндай жасауға болмайды. Өйткені сіздер жоқта сол балалар терезеден машина қараймын деп, или әке шешесін қараймын деп, терезе алдына шығып алуы мүмкін. Кішкентайларға қамқорлық жасау керек. Жаңа айтып өттім, иә, төсектерді, жиһаздарды терезенің алдына орналастырмау қажет. Осыны ата-аналарыңа айтыңдар. Жалпы мемлекет аралық стандарт бар, сол стандартқа сәйкес үйде терезелерінде арнайы бекіткіштер орнату керек. Бұны да ата-аналарыңа айтыңдар, өздерінен кіші балалардың құлап кетпеуі үшін. Терезеге арнайы бекіткіш қойса, балалар өз бетімен терезені аша алмайды. Сақтықта қорлық жоқ дегенде, жоғарыда мен айтқан барлық ережелерді сақтасаңыздар, сіздер жазатайым оқиғаның алдын ала аласыздар. Және өздеріңізден кішілерге үлгі болыңыздар. Мен айтқан жағдайларды жасамаңыздар. Оларға үлгі болып, бұлай істеуге болмайды деп түсіндіріп, қамқорлық танытыңдар. Менің айтқан ережелерімнің бәрін пысықтау үшін келесі видеороликті көрейік. Бала өздігінен аша алмайтындай етіп терезенің тұтқасын. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдай департаменті ескертеді. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Баласы бар пәтердің терезелері арнайы қорғаныс құралдарымен бекітілуі керек. Бала өздігінен аша алмайтындай етіп терезенің тұтқасын бекітіңіз. Бала терезеге жақындамас үшін маңайына жиһаздарды қоймаңыз. Баланы терезеге әкеліп, көшеде не болып жатқанын көруге үйретпеңіз. Ол сіз жоқта мұны қайталауы мүмкін. Қасында үлкен адам болмаса, баланың балконға шығуына рұқсат бермеңіз. Есіңізде болсын, москиторы баланы құлаудан құтқармайды. Балалардың қауіпсіздігі тек сіздің қолыңызда. Төтенше жағдай туындаған жағдайда құтқару қызметіне 112, 101 телефон нөмірлері арқылы қоңырау шалыңыз. Балалар, енді жалпы қандай қауіпсіздік ережелері бар туралы мен сіздерге кішкене видеоролик көрсетейін. Жалғыз терезеден құлау емес, көшеде де қандай қауіпсіздік сақтау керектігі туралы. Сәлем, балақай. Бүгін қауіпсіздік ережелерімен танысамыз. От тілсіз жау. Сіріңкемен ойнауға, ұстауға да болмайды. Балақай, көлік жүретін жолдың үстінде ойнауға болмайды. Жүріп келе жатқан көлік тоқтай алмай қалуы мүмкін. Бағдаршамның қызыл түсі жанғанда тоқтаймыз. Ал жасыл түсі жанғанда өтеміз. Балалар, жолдан жүгіріп өтуге, велосипедті мініп өтуге болмайды. Дұрысы, жүгірмей өтіп, велосипедті қолға ұстап өтеміз. Балақай, беті қолыңды жумай, тамақ ішуге болмайды. Ас ішерде міндетті түрде қолымызды жуамыз. Әр затты ұстаған сайын қолымызға микробтар жабысады. Балақай, танымайтын адамға есік ашуға болмайды. Суға ата-ананың қарауынсыз, рұқсатынсыз түсуге болмайды. Балақай, терезенің алдына шығуға болмайды. Терезе сынып кетуі мүмкін. Кір жуатын машинаға жақындауға болмайды. Жұмыс істеп жатқанда қатты қозғалады. Көлік жүретін жолда сырғанауға болмайды. Көлік тайғанап, тоқтай алмайды. Балақай, рұқсатсыз сөмке қарауға, біреудің затын алуға болмайды. Электр қуатымен ойнама, жақындауға да болмайды. Танымайтын адамнан тәттілер алуға болмайды.
Балақай, көп уақыт ұялы телефонмен ойнауға болмайды, көзіңе зақым келеді. Бұзық болмаңдар. Үлкендерге орын беріңдер. Ешқашан өтірік сөйлемеңдер. Достарыңды мазақтамаңдар. Қолдарың бос кезде кітап оқыңдар. Сурет салыңдар. Жаттығу жасаңдар. Ата-аналарыңа көмектесіңдер. Балалар, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болыңдар. Ата-аналарыңды, ұстаздарыңды тыңдаңдар. Жаман әдеттен аулақ болыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті ме? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрағымыз жоқ. Түсіндіңіздер? Түсініктеріңіз үшін мен айтқан ережелердің бәрін сақтаңдар. Кішкентайларға қамқорлық жасаңдар. Үлкендердің айтқанын тыңдаңдар. Сау болыңыздар. Иә.